Саламатсыздар. 11-ші жаттығудың есептерінен бастаймыз. 11-ші жаттығудың бірінші есеп ұзындығы 12 метр бөренені көлденең күйде оның қалың ұшына 3 метр қашықта тіреуіш қойып, тепе-теңдікке келтіруге болады. Егер тіреуіш бөрененің қалың ұшына 6 метр қашықта орналасса және жіңішке ұшына массасы 60 кг жұмысшы отырса, онда бөрене қайта тепе-теңдікке келеді. Бөрененің массасын анықтаңдар дейді. Яғни бізде берілгені ұзындығы берілген 12 метр. Жалпы бөрененің ұзындығы 12 метр. 3 метр қашықтықта орналасқан. L1. L2 6 метр қашықтықта орналасқан. Табу керек бізге масса, бөрененің массасын, үлкен масса дейік. Бөрененің массасын табуымыз керек. Сызбасын сатын болсақ, бөрене дейік, мына жерден 12 сантиметрде орналасқан, 12 метр қашықта орналасқан бөренені алайық. Жалпы 12 метр қашықтығы бөрене болсын. Қалың жағы болсын мынауымыз, мына жағымыз жіңішке жағы болсын бөренен. Так, осы жерден 3 метр қашықтықта, яғни тіреуіш қойылған. Масса, мына жерде масса 1. 6 сантиметр қашықта шамамен масса 2-міз бар. Так. Бірінші, бастапқы шарттан тепе-теңдік теңдеуі бөрененің сол жағында бөлігін жазып алайық. Сол жағында бөлігі масса 1 көбейтілген x тең масса 2 көбейтілген y деп алайық. Оң жағындағысын y деп аламын, сол жағындағысын масса 1 көбейтілген x деп алайық. Оң жағында бөлігіне тең, яғни бұл жерде жалпы ұзындық x қосылған y болсын. Сонымен біріншіге масса азайтылған m2 жақша x болсын, тең m2 көбейтілген l азайтылған x болсын. Так, осыдан жалпы x-тарды көбейтіп шығатын болсақ, m2x тең m2 l ұзындығы m2x болады. Так, бұл жерден екінші теңдік жазатын болсақ, жалпы m деген 12 метрдің 4 бөлігіне тең болады. Ал кішкентай m-міз бұл жерде l бөлінген ұзындықтың 2 бөлігіне тең. Себебі мына жерде 6 метр, мына жерде 3 метр. 12-ні 4-ке бөлсем 3 шығады, 12-ні 2-ке бөлсем 6 шығады. Соны теңдік түріне жазып отырып, жалпы біз мына жерден мынаны табамыз. Яғни бұл жердегі m-міз 4 пен 2 қысқарады, m көбейтілген l, мына жерде қысқарды, мына жерде 2 қалады, тең масса көбейтілген l. l мен l қысқарады, сонда масса бөлінген 2 тең кішкентай масса, бұдан m тең 2 көбейтілген масса болады. Так, бұл жерде бастапқыда берілген еді 60 килограмм. Соны жазбапты қой, 60 килограммдық масса берілген. Яғни бұл массасы 60 килограмм жұмысшы отырған. Сонда бұл жерден үлкен m бөрененің массасы 2 көбейтілген 60-ты береміз. Масса тең 120 килограмм болады. Теңдік бойынша. Үлкен m табу үшін мына жерден қорыта келіп мынау шығады. Ең соңында мынау жауабын ала келеміз. Екінші есебіне көшейік. Екінші есебі 10 килограммдық масса берілген.
10 килограмм. Ұзындық 40 сантиметр. Масса 1 40 килограмм. 10 килограмм. Табуымыз керек. Өзек тепе-теңдікте болу үшін оның қай жерінен тіреу қажет, яғни тіреу нүктесін табуымыз керек. Біз оны x деп алайық. Сызбаны сызайық. Сызба А нүктесі, Б нүктесі деп алайық. Мына жерге тіреу нүктесін қояйық. X табу керек болсын. Дәл ортасында ауырлық күші бар, mg. Мына жаққа m1 g масса ілінген, екінші ұшына m2 g ауырлық күші бар, екінші масса ілінеді. Бұдан тепе-теңдік тіреу нүктесімен салыстырғанда формуламыз жалпы сол 11-ші параграфты оқи отырсаңыздар, бізде формулалар шығады, солармен жұмыс жасаймыз. Бұдан масса 1 шешуі G көбейтілген x деп аламыз. Тең масса L бөлінген 2 азайту x. Көбейту G қосылған масса 2 көбейтілген G болады. Формула бойынша осыны жазып аламыз. Жалпы мынау ұзындығы ұзындықтан тіреу нүктесін азайтып тастаймыз. Массада 10 килограммдық массасында емде ықшамдайтын болсақ, x және g-ді көбейтілетін мына жерге. G қосылған m2 g болады. Бұлардың бәрінен g-ден шақшан сатына шыға жүретін болсақ, g-лар қысқарып кетеді. 1x ml m плюс m2 қалады. Ана жер x-іміз бар. Енді x-тарды бір жағына өткізетін болсақ, жалпы m1x қосылған mx тең ml бөлінген 2 m2. Бұдан кеп шығады m1x ml бөлінген mx плюс m2. Оң жақтан өткіземіз x барларды. Енді орындарына барып қоятын болсақ, m1-іміз 40 килограмм. Немесе бүйтіп жазуға да болады. Сразу. Ұзындығымыз жалпы сантиметрмен есептеу керек. Ең соңында метр айналдырсақ. Немесе мына сантиметр 0,4 жүзге бөлсе 0,4 метр болады. Орнына барып қосайын. 0,4 бөлінген 2 m2 болсын. m1x mx 0,2 m қосылған m2 болсын. Осы жерден x табатын болсақ, x-іміз тең болады. Жалпы жақшан сыртына шыға жүретін болсақ, бұл жерден 0,2 масса қосылған m2 L болады көбейтілген бөлімде m1 қосылған m қосылған m2. Дан кеп шығады 0,2 массамыз 10 қосу m2-міз 10, ұзындығымыз 0,4 метр,
масса 1 40 қосу 10 қосу 10 тең болады 10 сантиметр. 10 сантиметр метрге айналдыратын болсақ 0,1 метр. Міне жауабы сантиметрмен және метрмен. Мына жерде сіздерге сәл формула түсініксіздеу болып қалды. Негізінен мына жерде және жалпы ұзындықтан x тұрған нүктесін арақашықтығын азайтып тастауымыз керек еді. Сол қалып кетіпті. Соны қайта көрсетіп берейін сіздерге. Сіздерден кешірім сұраймын. Қайтып көрсетіп бере салайын. Яғни мынаны жанына қойып та көрсетсем болады. Түсінікті болады сіздерге. Дайын тұрған жерден. Так, мына жерден бастап L азайтылған x қалып кетті. Так, мына жерде символ мүмкін. Мұны көрсете салайын. Так, қайттым жазып шығам. Масса L x көбейтілген G қосылған M2. Так, L азайтылған x көбейтілген G болады. Міне. Қайтып көңіл бөлсеңіздер, мынау бастапқы ұзындықтан тіреу нүктесі бар ғой, соны алып тастаймын. Екінші масса тұрған жердегі. Міне, мына суретке қарайтын болсаңыздар, мына екінші масса бар ғой, содан мына жерде жалпы ұзындығы L-да 10 см, содан x тіреу нүктесіне дейін арақашықтықты азайтып тастаймын. Соны қоюым керек. Сол жерден ұмытып кетіппін. Кешіріңіздер. Қайтып сол формуланы қорытасылайын сіздерге. ML бөлінген 2 MX, мына жерде G бар, қосылған M2 LG азайту M2 GX. Міне. Так, енді G-ларын бәрін жақшаның сыртына шығарсам болады. Минус MX қосылған M2 L азайтылған M2 X. Мына екінші масса деген сөз. Жақшаның сыртында G болады. G мен G қысқарып кетеді. X тең M L бөлінген 2 MX қосылған M2 L M2 X болады. Енді белгісіз шама X қой. Соның бәрін теңдіктің сол жағына өткізем. Минус плюс, мына минусымыз плюс болып өтеді. Мына жердегі минусымыз плюс M2 X болып өтеді. Тең болады. M L бөлінген 2 плюс M2 L қалады. Так, бұл жерден сразу X жақшаның сыртына шығарып жіберем. M1 қосылған M қосылған M2 тең M. L деген 40 сантиметр. Сантиметрмен есептей берейінші. Сантиметрмен есептей берейін. Мына жерде 40 бөлінген 2 қосылған M2 көбейтілген 40 болсын. Так, X M1 қосу M қосу M2 тең 20M қосылған 40 масса 2 сантиметрмен кете берсін. Так, осыдан X табатын болсам 20M қосылған 40 M2 бөлемін M1 қосылған M көбейтілген M2. Міне. Формамыз бағана алғашқы сіздерге көрсетілген формамыз енді шықты, енді дұрыс шықты. Мына жерде қалдырып кетіп мынаны енгізуіміз керек. Ол мынаны енгізбесек, онда есебіміз дұрыс шықпай қалады. Так, X тең болады 20 көбейтілген масса 10 40 көбейтілген 10 болады. Масса 1 40-қа тең, 10-ға көбейтілген 10-ға тең. Тең 200 қосылған 400 бөлеміз 60-қа. Так, бұдан тең болады 600 бөлінеді 60-қа. Так, бұл 10 сантиметрмен алынды. Мына сантиметрмен. Енді бұл метрге айналдыратын болсақ, 0,1 метр болады. Міне. Енді дұрыс болды. Ал енді осының үшінші есебіне көшейік. 11-ші жаттығудың нөмір 3-ші есебі. Берілгені.
цилиндрлік өзектің бір жартысы болаттан, екінші жартысы алюминийден жасалған. Егер өзектің ұзындығы 30 см болса, оның ауырлық центрін анықтаңдар дейді. Яғни, сызбасын сызатын болсақ, өзек берілген, дәл центрі X нүктесі болса, мынау болат тығыздығы, мынауымыз алюминий. Жалпы ұзындығы, өзектің ұзындығы 30 см. Оны L деп аламыз. Так, берілгені тығыздық алюминий 2,7, оның 3 дәрежесі дайын тығыздықта таблицадан аласыздар. И болаттікі 7,8, оның 3 дәрежесінде килограмм бөлінген метр куб. Ұзындығы 30 см. Табуымыз керек. Так, оның ауырлық центрі X деп аламыз. Ауырлық центрін анықтаймыз. Так, ХБЖ 30 см, 0,3 метр болады. Ал енді бұны шығаратын болсақ, ауырлық центр болат жақта, ортадан есептегенде ауырлық центр болат жақта болады. Себебі болаттың тығыздығы ауыр болғандықтан ауырлық центр болат жақта. Міне. Ортадан есептегенде формула бойынша есептейтін болсақ, так, тығыздық болат, ұзындық 2 бөлем, центрден X ауырлық центрін азайтып тастаймын. Алюминий X екінші ары қарай жалғастыратын болсам, жақшаны ашам. Бір жағына өткізем. Центр бағана туры алдыңғы есептегідей алюминий болады. Плюс болады. Теңдіктің сол жағындағы минустарымыз оң жағына өткенде плюс болып өтеді. X тең болады. Болаттікі. Мынау болат. Ұзындықты бөлемін 2-ге. Так, мәндерін қойып шығатын болсам, мынау қорғасын 7,8. Ұзындығымыз 30 см меді. 30 см-мізді метрге айналдыратын болсақ, 0,3 бөлу 2 үлкен бөлшек теңдік былай түседі. Алюминий жалпы 2,7, оның 3 дәрежесінде қосылады. Қорғасын 7,8, оның 3 дәрежесі тең болады. 7,8 көбейтілген 0,3. Мынау 2 бөлшектің бөліне түссе де болады. Сонда мынауымыз 2,7 қосу 7,8. Жақшаның сыртына оның 3 дәрежесін шығарып қойсақ та болады. Екеуіне тиісті болғандықтан дәреже. Бұдан кеп шығады. Жалпы 3,4. Так. Бұдан кеп шығады. Так, есепке салайықшы. Қате кетіп қалмасын. Уақытымыз тығыз болса да 7,8 көбейтеміз 0,3-ге. 2,34. 2,34 бөлемін 2,7 қосу 7,8. 10,5-ті көбейтемін 2-ге. 21. 21, оның 3 дәрежесі. 2,34-ті бөлемін 21-ге. Так. 0,11 шығып тұр бізде қазір. Мына жерде оның 3 дәрежесі 7,8 бар ғой. Болаттың тығыздығы жанына көбейтіледі. Оның 3 дәрежесі көбейтілу керек. Оның 3 дәрежесі. Мына жерде оның 3 дәрежесі қалып кетті. Сонда мына жерде оның 3 дәрежесі болады. Бұны бөлетін болсақ,
жаңағы 3 дәрежемен 3 дәреже кетеді. Бұл қазір метр есебінде болып тұр. 2,34-ті 21-ге бөлетін болсақ 0,11 метр болып тұр да. Ал оны сантиметрге айналдыратын болсақ 100-ге көбейтеміз. Сонда 1 сан 2 саннан 11,14 сантиметр қашықтықта екен. Не? Жауап та осы.